той болды. Сол кезде ат салысып бәрі бір ауыздан келіп көмектесіп кетті. Алла разы болсын бауырларыма, апаларыма, келіндеріме, жеңгелеріме көп рахмет айтамын. Енді қуанып тұрмын баршаңыз көргенмен. Тек сіздердің отбасыларыңызда тек қуаныш той болсын, бәріңіз бауырларыңыз бүтін болсын. Осы қуанышта, тойда жолығайық. Көп рахмет. Балдар бақытты болсын. Енді Қазбек балам деп айта алмаймын, апам баласы ғой. Ана теледидарда кейде бір сұхбат болып қалды. Сол кезде балам деп айтып қалдым да, ойбай апам ренжитін болды, ана кесіп тастаңдар деп жатырмын ғой. Сол сияқты апам батасы, осы балдар апам қолында өсті, кішкентай кезінен. Сол. Жанболат, Жанболат, ауылда саған ат шығарсың. Әрине сағынып алды. Көп рахмет, Алла разы болсын баршаңызға. Күнімді күнге алмастырмайға, татымастарда, сақтаймын сені қарашықтай. Жыладың баршаңызға алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Әр шаңыраққа осындай той шығысты болсын. Осында отырған әрбір ананың бақытты жолын біздің келініміз Асылға жұғысты етсін. Әрбір әкенің бақытты жолын Қазбегімізге жұғысты етсін деп сіздердің баталарыңызды алу үшін келдік. Сіздердің бізге деген тілекші екендеріңізді біз сезіп жүреміз. Тек қана Арал емес, жалпы Қызылорда облысының адамын әлемнің қай жерінен көріп қалсақ та біздің келініміз ғой деп маңдайымыздан сүйіп, сыйлықтарын беріп, жол беріп сөйтіп жатады. Сондай алақандарыңызға аялап, бізге тілекші болып отырғандарыңыз үшін басыңызды иіп рахметімізді айтамыз. Көп рахмет сіздерге. Және мына жерде қайнағаларым, қайнапкелерім үнемі бізге тілекші, Аллаға шүкір. Осындай тілекшілеріміз барды, біз алға. Қазір мына жерде абысындарымның барлығы жақсы, Аллаға шүкір. Бізде андай айтып жатады ғой, абысындар бір-бірін көремай, абысындар күндес болады деген ұғым біздің отбасында жоқ деп ойлаймын. Ондай ешқандай абысыннан мен сезіп көрмегенмін. Барлық абысын, қайныларым, қайнағаларым сый құрметке лайық. Бірақ дәл осы жерде біздің анамызды қарап отырған, қара шаңырақта отырған Нұрболат пен Айгүлді ортақ шақырғымыз келді. Нұрболат пен Айгүл үйдің кенжесі болса да, жолдары үлкен, әрдайым құрмет тұтамыз. Өйткені қашан кетсек есік ашық, дастархан жаюлы. Біз келемізде бәрін шашып кетеміз, барлығы өздеріне қалады ауыртпалық. Сол ауыртпалықтың бәрін үндемей, қабақ шытпай, көтеріп қаншама жеті келіннің міндеті. Нұрболат пен Айгүл үйдің кенжесі болса да, жолдары үлкен, әрдайым құрмет тұтамыз. Өйткені қашан кетсек есік ашық, дастархан жаюлы. Біз келемізде бәрін шашып кетеміз, барлығы өздеріне қалады ауыртпалық. Сол ауыртпалықтың бәрін үндемей, қабақ шытпай, көтеріп қаншама жеті келіннің міндетін атқарып отқан Айгүлге бір қошемет көрсетейік. Кеше Айгүлге біздің Асылға Айгүлдің осындай жақсы жағын берсін деп сырға салғыздық. Қазір енді осы тойда жаңа бір идея келді.
екеуіне бір әлемнің кез келген жеріне бір аптаға саяхат. Таңдау өздеріңіз. Мүмкін шетелге бармаймыз десе Сарыағаш немесе Алматы. Деген. Ай, енді күлді-ау. Арнайы Ақтөбеден келіп тұр едім. Бұл жағдай қалай болды деп күлемін. Өзім де сыртқа шығып ойлап, сонда үйге құралаған қайтам ба деп тұр едім. Енді жаңа Жамбылат айтты ғой, бұл енді Бұлаулеттің тойын, Жәкең менен Жазираның тойын басқару көп асабалар үшін арман. Өйткені контент жинайды, абырой жинайды, баға көтеріледі. Бірақ біз оның біреуін де ойлаған жоқпыз. Осы Жәкең сондай үлкен басыменен сондай ортадан келіп, өзімнің бауырларым болып айтқасын аттерлетіп келді. Ал Аралдағы тойымызды бастауға кеттік. Аралдың ең қадірлі қонақтары Әгөгай ансамблі және Дара Жанболатқызы. Қайнымыз алып барады. Тойға ұласын деген осы екен. Ясың? Жүрегімде сіз алатын, аңлаңда жазалатын әрі келемсің. Жүрегімде сіз алатын, аңлаңда жазалатын әрі келемсің. Жүрегімде сіз алатын, аңлаңда жазалатын әрі келемсің. Жүрегімде сіз алатын. Махаббаттың құдірет күші. Жамбылат пенен Жазираның жанынан ағып жүрген күнгі Аралдың төрінде бұл жігіттер Жамбылат пенен Жазираның жанынан ағып жүрген күнгі Аралдың төрінде бұл жігіттер Abasın aşınlar, acayip cansızlar, evnetten